Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Калимова Жаннұр Бейбітовна, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Маңғыстау индустриалды-техникалық колледжінің ақпараттық жүйелер мамандығының арнайы пән оқытушысымын. Педагогикалық өтілім 11 жыл. Ян Каменский, чехиялық педагог айтқандай, оқытушының біліктілігін арттыра отырып, білім беру жүйесін жетілдіруге болады. Осы қағиданы өзіме ұстаным ретінде қабылдадым. Демек, білім сапасын арттыру үшін бірінші ретте мұғалімдердің біліктілігін арттыру қажет. Осы бағытта да өзім үнемі жұмыстанып, біліктілік арттыру курстарына қатысудамын. Проблемалық тақырыбым болашақ мамандарды жан-жақты кәсіби жетілдіру жолдары. Проблемалық тақырыпты зерттеу барысында мұғалім кәсіби дағдыларын жетілдіреді. Мен де өз мәселемді шешу үшін ізденіп, осы мәселенің шешімін таба білдім. Және сол нәтижеммен әріптестеріммен бөліссем деймін. Әлемнің қарқынды даму процесіне ілесу үшін жан-жақты дамыған кәсіби дағдыларға ие мамандарды даярлау біздің басты мақсатымыз. Бұл мақсатқа жету үшін мен студенттерімді кәсіби тұрғыда дамуына, WorldSkills жұмысшы мамандығының тиімді әсер ететініне көзім жетті. Бірақ бұл чемпионаттың IT саласы бойынша стандарттарын оқу үрдісіне қалай кіріктіріп оқытуға болады деген сұрақ туындады. Шығармашылық ізденісте жүрген педагог кез келген жағдайдан шыға алады. Мен де бұл мәселені тиімді шештім деп ойлаймын. Себебі сабақ беретін пәндерімнің оқу жұмыс бағдарламасына WorldSkills стандарттарын оқыту нәтижелеріне қостым. Колледжде бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын жасақтадым. Сабақтан тыс бос уақытта студенттерге WorldSkills құзыреттілігінің дағдыларын тереңірек меңгерту үшін қосымша факультатив сабақтарын өткіздім. Осы тәжірибемді 2020 жылы облыстың семинар практикум аясында IT мамандарына өткізілетін WorldSkills стандарттарына сәйкес факультатив сабақтарын тиімділігі және нәтижелілігі тақырыбында шебер сынып өткіздім. Осы жұмыстар нәтижесінде студенттерім WorldSkills чемпионатында облыстық, республикалық, халықаралық деңгейлерде жүлделі орындарға ие болды. Және облысымыздың IT саласында өндірісте жұмыс жасауда. Студенттерді жан-жақты дамыған, соның ішінде пәндік тілдік дағдыларды игерген, саналы тәрбие алған, өздерін көшбасшы ретінде көрсете алатын, командамен жұмыс жасай алатын маман ретінде қалыптасуына, ұстаздары ретінде өз септігімізді қалайша қоса аламыз? Бұл мәселеге де өз шешімімді таптым. Пәндік дағдыларды дамыту үшін BOPS моделін, тілдік дағдыларды меңгеру үшін CLIL-TBILT әдістемелері тиімді болды. CLIL методикасын сабақ жоспарын құруға арналған BOPS моделімен кіріктіре оқытып, IT мамандардың тілдік пәндік қабілеттерін жетілдіруге болады. Осы тәжірибемді облыстық, республикалық, ашық сабақтар, семинарларда, конференцияларда бөлістім. Студенттердің көшбасшылық қасиеттерін, командамен жұмыс жасап, тез шешім қабылдай алуына дебат қозғалысы тиімді деп білдім. Осы бағытта сабақ барысында да дебат ойынының элементтерін қолданамын. Марапат мерейді өсірет демекші, өзімнің ұстаздық жолымда жұмысымның нәтижесі ретінде бірнеше марапаттарға ие болдым. Атап айтсам, 2021 жылы Маңғыстау облысы әкімінің білім беру саласына қосқан үлесі үшін төсбелгісімен марапатталдым. Мұғалім әрдайым студенттерге бағыт-бағдар беріп, кәсіби және заманауи маман болып қалыптасу үшін үнемі ізденіс үстінде болып, әртүрлі әдіс-тәсілдерді жетік меңгерген болуы қажет. Болашақ мамандарды жан-жақты кәсіби жетілдіру жолдары проблемалық тақырыбымның зерттеу нәтижесін өзімнің үздік тәжірибем деп ұсынамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.